Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Мұхамбетқазы Тайжан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Нұрымбетова Гүлсамал Сағынғалиқызы. Сіздерге сайт құру авторлық бағдарламасымен таныстырамын. Мен сайт құру авторлық бағдарламасының авторы ретінде сайт құру жолдарын ұсынамын. Бұл бағдарлама интерактивті құру технологияларын үйретуге бағытталған оқыту бағдарламасы. Бұл бағдарлама веб-дизайн және бағдарламалау негіздерін меңгеру, HTML, CSS, JavaScript тілдерін пайдалану, сондай-ақ сайт құру процесін толықтай түсіну мақсатында дайындалған. Әлемдік деңгейде ақпараттық технологиялардың жылдам дамуы сайт құру ісінің маңыздылығын арттырды. Бүгінде веб-сайт жасау үшін базалық HTML, CSS және JavaScript тілдерін меңгеру маңызды. Сайт құру бағдарламасы осы салада қажетті білім мен дағдыларды қамтамасыз ету үшін әзірленді. Бұл бағдарлама өзіне тән жаңашылдығымен ерекшеленеді. Біріншіден, ол тек теориялық білім емес, сонымен қатар практикалық жұмыстарды да қамтиды. Сайт құру бағдарламасы білім беру бағдарламасы болып табылады. Оның басты мақсаты оқушыларға веб-сайттарды құру бойынша терең білім беру және веб-технологиялар саласындағы дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Бағдарламаның міндеттері веб-дизайн мен бағдарламалаудың негізгі принциптерін үйрету, HTML, CSS және JavaScript тілдерін қолдануды үйрету, веб-сайттарды жобалау және жариялау процесін игеру, оқушыларды өз жеке жобаларын құрастыруға дайындау. Оқу процесі теориялық және практикалық сабақтар түрінде ұйымдастырылады. Сабақтар интерактивті түрде өтеді және оқушылар өз жобаларын жасау арқылы білімдерін тексереді. Сайт құру авторлық бағдарламаға түсінік хат ретінде бағдарламаны әзірлеудің өзектілігіне тоқталатын болсам, сайт құру авторлық бағдарламасы 7-ші сынып оқушыларына арналған білім беру үдерісіне ерекше орын алады. Сайт құру бағдарламасының негізгі мақсаты оқушыларға веб-технологиялар мен бағдарламалау негіздерін меңгерте отырып, оларды шығармашылық және техникалық дағдыларға үйрету болып табылады. Міндеттері: веб-технологияларды игеру, шығармашылық және эстетикалық дағдыларды дамыту, техникалық дағдыларды тереңдету, интернет қауіпсіздігі мен этикалық нормалар туралы білім беру, жобалық жұмыс және ынтымақтастық дағдыларын қалыптастыру, цифрлық сауаттылығын арттыру. Ақпараттық қоғамға бейімделу қажеттілігі, ақпараттық қоғамның дамуы, интернеттің кең тарауы мен цифрлық технологиялардың күн санап жетілуі қазіргі заманғы білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. Интернет ресурстары мен технологиялар қазіргі қоғамның барлық салаларында кеңінен қолданылады. Онлайн білім беру, цифрлық коммерция, әлеуметтік желілер мен ақпараттық қызметтер жүйелері барлығы интернет арқылы жүзеге асады. Шығармашылық және техникалық дағдыларды дамыту. Сайт құру бұл тек техникалық біліктіліктерді ғана емес, сонымен қатар шығармашылық қабілеттерді талап ететін іс-шара. Цифрлық сауаттылықтың маңызы. Цифрлық сауаттылық бүгінгі таңда кез келген мамандыққа ие болғысы келетін адам үшін қажетті негізгі дағды. Кәсіби дағдыларға дайындық ретінде тоқталатын болсам, қазіргі білім беру жүйесі оқушыларды ақпараттық технологиялар саласында кәсіптік қызметке дайындауға бағытталған. Оқушылардың жеке дамуына ықпал ету. Сайт құру оқушылардың жеке тұлға ретінде дамуына үлкен әсер етеді. Бұл процесс олардың өз идеяларын толыққанды іске асыруға мүмкіндік береді. Сайт құру бағдарламалық материалдың ерекшеліктері, жаңашылдығы және бар бағдарламалардан айырмашылықтары бар. Бағдарламалық материалдардың ерекшеліктері. Сайт құру бағдарламалық материалының негізгі ерекшеліктері оны оқушылардың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары мен интернеттің құрылымын таныстырып, оларды цифрлық әлемде өз орнын табуға бағытталуы болып табылады. Бағдарламаның жаңашылдығы. Сайт құру бағдарламасы оның жаңашылдығымен ерекшеленеді. Себебі ол тек теориялық білім берумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар оқушыларға практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. Бағдарламаның құрылымы, көлемі және оқу мерзімі. Құрылымы: кіріспе бөлім 4 академиялық сағат, HTML негіздері 6 академиялық сағат, CSS негіздері 8 академиялық сағаттан тұрады. Сайт құру бағдарламасы модульдық жүйе бойынша ұйымдастырылған, әрбір модульдің мақсаты мен мазмұны нақты анықталған және оқушылардың веб-сайт жасау бойынша қажетті дағдыларды кезең-кезеңімен меңгеруіне мүмкіндік береді.
JavaScript негіздері 8 академиялық сағат, сайттың дизайны және құрылымы 4 академиялық сағат, жоба жұмысы және қорытынды 4 академиялық сағат. Көлемі бағдарлама жалпы 34 академиялық сағаттан тұрады. Әрбір академиялық сағаттың ұзындығы 45 минутты құрайды. Бағдарлама бір оқу жылына жүзеге асырылады. Сөзімді қорытындылайтын болсам, сайт құру авторлық бағдарламасы мен оқу әдістемелік кешені өз мақсатында оқушыларға жоғарғы деңгейде білім беру үшін барлық қажетті құралдарды ұсынады.